Оңтүстік Кореяда қазақ әндері шырқалып, ұлттық ойындар мен тағам түрлері көпшілікке ұсынылды. Сеулге жақын орналасқан Йонин қаласында қазақ ауылы бой көтерді. Шаһардағы Хангук шет тілдері университетінде Азия қазақтарының екінші құрылтайы өтті. Бұл іс-шараға Оңтүстік Кореядағы меншікті тілшіміз Владислав Цой қатысып қайтты. Хангук университетінің спорт алаңы жәрмеңкеге айналды. Мұнда Кореяда тұратын қазақ кәсіпкерлер өз тауарларын ұсынды. Жергілікті тұрғындарға асық ату, ләңгі және арқан тарту сияқты ұлттық ойындар таныстырылды. Отандастардың алдында белгілі Қазақстан артистері өнер көрсетті. Осы құрылтайға наурызға 200-ден астам адамы келген. Тағы Сингапурдан, Малайзиядан, Оңтүстік Корея, Жапоннан, Қазақстаннан да келген. Елшіліктен қолдауымен осы наурыз құрылтайы әдемі болған. Көп көрінтірс, ресми конкурстар, әншілер. Этнограф Айгерім Мұсағажинова Астанадан Кореяға 50 келіден астам ет, дәнді дақылдар және сүт өнімдерін әкелді. Құрылтайға қатысушылар қалақайда қақталған қазы, ысталған жая қосылған наурыз көже, бидай, тары, ірімшік және түйе сүтінен арнайы ферментация әдісімен жасалған бал қаймақтан дәм тәтті. Айгерім Мұсағажинова қазақтың ұлттық тағамдарының рецептін қалпына келтіруімен 17 жылдан астам айналысып келеді. Бұл оның құрылтайға екінші рет қатысуы. Шетелдегі қазақтардың тарихи отанына деген сағынышын жақсы түсінеді. Бірнеше жыл бұрын Айгерім Қазақстанға Ресейдің Алтай өңірінен көшіп келген. Өткен жылы ол еліміздің ізгі ниет елшісі мәртебесіне ие болды. Я была в Гонконге, в Турции. Мен Гонконгте де, Түркияда да болдым. Қай елде болмасын, тас шөп немесе тарыдан шай қайнатып берсем де, үстіне сары май құйылған ыстық нан жегенде, адамдар үйін, анасының қолын, әжесінің иісін еске түсіреді. Бұл балалық шақпен туған емен байланысты ерекше эмоциялар. Азия қазақтарының екінші құрылтайы Корея тұрғындарының есінде ұзақ сақталады. Ал қазақ диаспорасына бұл шараны ұлттық киіз үй еске салмақ. Қоржын жобасы аясында отандастар қоры кореялық қандастарға киіз үй сыйлады. Владислав Цой, Ольга Лян, 24 KZ, Оңтүстік Корея.